Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін таңғы асқа немесе кез келген уақытта шаймен ішетін, өте керемет, тез дайын болатын осындай оладьи дайындаймын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Оладьимізді дайындау үшін бірінші ыдысымызға бір жұмыртқа және қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ергенше араластырамыз. Әдемілеп. Жақсылап араластырдым. Енді осының үстіне жылы айран құямыз. Содан соң жарты шай қасық тұз және де жарты шай қасық ас содасын саламыз. Осыларды салып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Сода салған соң осылай көпіретін болады. Бұл соданың реакциясы, бұл қалыпты жағдай. Енді осының үстіне жаймен ұнымызды салып, жақсылап бір келкі етіп, түйіршігі қалмай, бір қалыпты болғанша араластырамыз. Ұнымызды шетінен салып отырамыз осылай. Жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ, өте әдемі болып шығады. Осылай барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Жасап көріп, ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға қалдырып кетіңіздер. Ұнның барлығын салдым. Енді осыны жақсылап араластырып аламын. Жақсылап араластырып болған соң пісіретін боламыз. Міне мен араластырып болдым. Шамамен 2-3 минут уақыт кетті. Консистенциясы осындай болады қамырдың. Енді қызып тұрған тапамызға осындай сұйық майымызды құйып, жаңағы дайын массамызды осылай ас қасықпен алып, бір қасықтан жаймен құйып пісіретін боламыз. Асты қатты болмау керек, оттың орташа отта тұруы қажет. Қатты қойсаңыздар ортасы піспей, тез күйіп кетуі мүмкін. Осылай жақсылап барлығын салып, шетінен пісіріп алатын боламыз. Өте жұмсақ, әдемі шығатын рецепт. Бір дайындағаннан әдемі шығады. Тіпті дайындап көрмеген адамдардың өзі дайындаса, өте удачны шығатын рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай шеті қызара бастаған кезде бір-бірлеп екінші бетін пісіруге осылай аударып аламыз. Осылай жаймен аударып шығамыз барлығын. Әдемі болып көтеріліп пісіп жатыр. Жақсылап барлығын аударып аламыз. Өте керемет болып жатыр. Енді екінші беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей пісіп дайын болды. Енді осыларды піскендерін осылай арнайы таза ыдысымызға салып алатын боламыз. Қараңыздар, өте әдемі болып көтеріліп, өте күшті болып пісіп жатыр.
Мінекей достар, құймағымыз дайын, барлығын пісіріп алдым. Осындай бір тарелка құймақ шықты. Мінекей арасы өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Әлі ыстық, әдемі болып тұр, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріп, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Өте әдемі болып шығады, жұмсақ, көтеріліп, өте керемет болып піседі. Ал енді бізге ас болсын деймін. Сіздерге келесі кездескенше сау болыңыздар.